Мен ойымша ешқандай бір ауыр соққы болмайды. Себебі грантты тек қана USAID бермейді. Грантты халықаралық тағы басқа көптеген ұйымдары, жеке адамдардың ұйымдары, Сорос, Қазақстан сияқты білеміз өзіміз, Джордж Соростың ұйымын. Оның беретін ақшасы USAID-ның ақшасынан кеммей шығар әлемдегі деңгейі. Сондықтан тек қана USAID пенен шектелмейді. Қазақстанға да ешқандай бір үлкен әсер етпейді деп ойлаймын. Біріншіден, Қазақстан Ресейдің жаңағы бағытында шетелден келетін гранттардың бәрі жаман, олар халықты билікке қарсы шығарады деген сияқты менен шындығында да қоғамдық ұйым, азаматтық қоғамға берілетін гранттарға қарсы көзқарастағы мемлекет. Сондықтан USAID-ға қысым көрсетіліп жатқанда Қазақстан қуанбаса ренжімейді. Бірақ бір нәрсені жақсылап біліп алуымыз керек та, USAID-дің Қазақстанға жасаған осы уақытқа дейін көмегінің көпшілігі билікке жасалды, мемлекетке. Депутаттарды оқытты, оларға компьютер алып бер деген сияқты, оларды түрлі жиналыстарға, конференцияға баруын қаржыландырды. Қазір енді өзіміздің қолымыздан келеді, бұл 90-шы жылдары болған оқиға. Қазір сондықтан USAID-дің беретін ақшасы арқылы Қазақстан не өсіп кетіп, не болмаса бермейтін ақшаны бермей USAID жабылып қалса өшіп қалады деп өз басым ойламаймын. Мемлекет шетелден қаржы бөлетін халықаралық ұйымдарға біздің Қазақстанда теріс көзқарас қалыптасқан, және халыққа да сондай теріс көзқарасты тықпалап жатқан айдан анық. Олар ЛБГТ деген сияқты, мүмкін ЛБГТ-ға да көмектесетіні рас. Бұлар батыс оны либералдық бағыт деп ойлайды, адам құқығына байланысты деп ойлайды. Сіздер ойламаңыздар, демократияны барлық жағынан, жан-жағының бәрі таза, дұрыс, басқа бір жүйе жоқ сияқты. Черчилльдің айтқаны бар ғой, демократияның да көлеңкелі жақтары көп, бірақ адамзат әлі күнге дейін бұдан артық жүйе ойлап тапқан жоқ деген сияқты. Оның да көлеңкелі жақтары бар. Соның біреуі осы либералдық бағыт. Сол арқылы батыстың құндылықтары Қазақстанға, немесе басқа елдерге, Азия елдеріне кіріп жатыр, оған қарсылық болып жатыр. Сондықтан оларда қолдау бар, себебі олардың ойынша бұл адам құқығына қарасты мәселе. Адам құқығына қарасты мәселеге олар көмек көрсетеміз дейді. Бірақ бұл біздің Қазақстан үшін, Қазақстанда қазақ халқы үшін бұл жат бағыт, біз оны қабылдамайтын бағымыз. Сондықтан оны таңдап алу біздің өзімізде. Әрине ішімізден неше түрлі сол бағытты қолдайтын адамдар шығады. Оларға қолдау көрсеткен уақыттарда біздер жалпы халықаралық ұйымдарға теріс көзқарас қалыптасамыз. Жоқ. Олардың 90-шы жылдардың басында, негізінен 93 жылда Сорос ашылды. Одан кейін барып Германияның социал-демократиялық партиясының қарамағындағы Эберт қоры ашылды. Одан кейін әлі Қазақстанда көптеген қорлар әлі күнге дейін бар, жұмыс істеді кезінде. Бұлардың негізгі бағыты шындығында демократиялық институттарын қалыптастыру, адам құқығын қорғау деген сияқты мәселелермен айналысады. Оны қабылдау өзімізден. Егер біз қабылдағымыз келмесе, біз қабылдамауымыз керек. Өзіміздің ішімізден жаңағыдай адамдар шыққаннан кейін барып, сол арқылы біз халықаралық ұйымдарға бір теріс көзқарас қалыптасамыз да. Мен де грантпен көптеген жұмыс істедім, жүздеген семинарлар өткіздік. Демократия дегеніміз не? Демократияның институттарын түсіндіру, мектептерде адам құқығын қалай оқыту керек дегенге мен кем дегенде әрбір облыста семинарлар өткіздім. Халықаралық ұйымдардың берген ақшасына мен мұғалімдерді шақырып алып, 3 күндік семинарларды мен ойымша 10-нан астам облыстарда өткіздім. Демократия негіздеріне кіріспе деген оқулық жазып шықтым 96 жылы. Қазақстан 3 облысында сол оқулықпен демократияны адамдар түсіне бастады. Жергілікті өзін-өзі басқару, азаматтық қоғамның алғашқы баспалдағы деген кітап жазып шықтым. Азаматтардың өз құқы үшін күресуінің жолдары мен тәсілдері деген кітап жазып шықтым. Осылардың бәрі шындығында да гранттың ақшасына жазып, және сол арқылы біз бастап шығардық. Бұл қоғамға керек мәселе. Осыларға көмектескен және одан да басқа көптеген мәселелерге көмектесіп жатқан айдан анық. Енді жаңағы USAID туралы тағы да бір нәрсе айтып кетейін, нақты мысалы есебінде. Ұмытпасам, 99 жылы USAID-тің үлкен бір жиналысы болды Варшавада, бір аптаға созылған. Сол жиналысқа мысалы Қазақстанның 10 адамы барды, делегациясы. Соның ішінде мен ғана азаматтық қоғамның атынан бардым, тәуелсіз бақылаушылар жүйесінің президент есебінде. Қалған 9-ы мемлекеттің чиновниктері. Оның ішінде Марченко бар, Қайрат Мами бар, тағы басқалар бар, Жанат Етлесова бар, ұмытпасам. Сондықтан USAID бұл
тек қана қоғамдық ұйымдарда ғана көмекпен шектелмейді. Бұлар мемлекеттік ұйымдарға көбірек көмектеседі, айдан анық та. Осының арасын біз жаңа бөліп біле білуіміз керек. Енді Трамптың жасап жатқаны тексереміз дегені, бұл кез келген мемлекетте бұл болады. Кез келген мемлекет өзінің қаржыландырып отырған құрылымдарына аудит жүргізеді. Ақшаны тиімді пайдаланып жатыр ма? Өйткені ол Американың салық төлеушілерінің ақшасы. Сондықтан Трамптың мүмкін бір белгілі бір сондай бір не дейміз, сигнал алған шығар, ақшаны жеп жатыр, әйтпесе тиімсіз пайдаланып жатыр деген, ол қарайды. Екінші мәселе, шындығында да республикалық партия келген уақытта билік басына әлемде грант беру, халықаралық ұйымдардың жұмысына сәл-пәл осы шектеулер басылады. Демократтар келген уақыттарда олар басқа елдерде демократияны үйретуге, демократияны оқытуға ақшаны көбірек бөледі. Бұл болып келе жатқан әңгіме Трампты емес. Әңгіме қай партияның келуі, республикалық партияның келуі ме, жоқ демократиялық партияның келуі ме? Бұны мен өзім осы 30 жылдың ішінде талай көрдім де.